Австралиядағы Барроу аралы жойылып кетуге жақын сирек кездесетін көптеген жануарларға пана. Адамдар ғасырлар бойы бұл жерді мекендемеген. Бірақ қазір бұл Австралияның шикі мұнай өндіретін басты орындарының бірі. Таңғаларлығы, Батыс Австралиядағы мұнай компаниясы мен оның қоршаған ортаны қорғау бастамасы арқасында аралдың жабайы табиғаты жақсы сақталған. Мұндағы жануарлар шөлдегі қатаң жағдайларда ғимараттардың көлеңкесін саялап тіршілік етеді. Өз үйіндей жайлы болмағанмен, резервуарлар құстардың ұясын қорғайтын қауіпсіз орын бола алады. Ұңғымадағы мұнай таусылғаннан кейін, шөлде пейзаж құнарлы топырақпен дәндерге толады. Бұл ондаған жылдар бойына алабажақ кесірткенің өмір сүруімен қоректенуіне жағдай жасамақ. Сол секілді жұмысшылар да жабайы табиғатқа қатысты қатаң ережелер ұстанады. Жойылып кетуге жақын жануарлары көп, сезімтал экожүйені қолдау мақсатында мұнда үй жануарларын ұстауға тыйым салынған. Қызметкерлер жабайы аңдарды құшақ жая қарсы алуға ынталандырылғандықтан, оларды күнделікті жиі кездестіруге болады. Осылайша, мұнай жер бетіндегі ең лас ресурстың бірі болса да, Барроу аралындағы мұнайшылардың көтерген бастамасы тіпті мұнай индустриясының да қоршаған ортаға оң әсер ете алатындығын көрсетті.